Сәлем құрметті оқушылар, бүгін бізде Python 6-шы сабағы сызықтық алгоритмдерді программалау. Яғни бұл сабақта біз есеп шығаратын боламыз. Ең алғашқы біздің есебіміз тіктөртбұрыштың ұзындығы мен ені берілген. Осы мәліметтерге сәйкес тіктөртбұрыштың ауданы мен периметрін есепте. Ол бізде мына жерде үлгі көрсетілген 7 және 4 сан енгізілген кезде, яғни бірі ұзындығы, бірі ауданы дәл осылар енгізілген кезде бізде бірі ені және де бірі ұзындығы осы енгізілген кезде аудан және де периметр астына шығып отыруы қажет. Бұл есепті жазу үшін ең алдымен екі түрлі айнымалы жазып аламыз. Енді осы екі айнымалының көбейтіндісін және де периметрін табу үшін осы екеуін қосып екіге көбейтетін боламыз. Ең алдымен периметр А көбейтілген Б және де периметр А қосылған Б көбейтілген 2. Сақтаймыз, Ctrl+S және де F5-ті басамыз. Бізде жаңағы берілгендерге 7 және де 4 сан енгізген кезде 28 және де 22 мәні шығатын болады. Енді біз келесі есепті шығарып көрейік. Келесі есеп бойынша бізде Айдос қашықтыққа жүгіріп спортпен айналысады. Ол өзінің 1000 км қашықтықта қанша уақытта жүгіретінін есептегісі келеді. Оның секундта мері тек секундпен ғана өлшенеді, минутты көрсетпейді. Айдосқа секунд мәнін жазғанда қанша минут, қанша секунд уақытта жүгіргенін дәл есептеп беретін программа қажет. Яғни бізде Айдос 1000 км-ді 320 секундта жүгіріп өтсе, соны біз 5 минут және де 20 секунд мән екенін есептеп шығарып беруіміз керек. Ол үшін бізде ең алдымен S деген айнымалы белгілейміз. Ол бізде жаңағы жалпы секундқа тең болады. Енді біз минутты есептеу үшін жалпы 60-қа бөлген кезде, яғни 1 минутта 60 секундта, осы секундта 60-қа бөлген кездегі бүтін бөлігін анық табамыз. Яғни S бөлінген 60. Ал енді секундты есептеу үшін бізде секунд қалдығына тең, 60-қа бөлгендегі қалдыққа тең болады. Яғни S бізде тең, S процент 60-қа тең. Енді осы заттарды басып шығарамыз. M және де S. Сақтаймыз, Ctrl+S-ті басамыз және де F5-ті басамыз. Бізде мұнда 320 саны көрсетілген, осы бізде 5 минут және де 20 секунд. Біз бұл затты сеп арқылы бөліп шығарсақ болады. Мысалға 114 секунд алайық, яғни 1 минут 54 секунд деген сөз. Енді біз келесі есепке өтейік. Келесі есеп бойынша Әли 1-ші сынып оқушысы. Ол бүгін ондықтар деген жаңа тақырыппен танысты. Мұғалім оған осы тақырыпқа сәйкес үй тапсырмасын берді. Тапсырмаға сәйкес Әли берілген санның қай ондық интервал аралығында жатқанын анықтау керек. Яғни бізде енгізілетін сан ол 10-нан 99-ға дейінгі сандар аралығында болады. Енді бізде енгізу біріншісі 11. 11 бізде 10 мен 20-ның арасында жатқан сан. Ал мұнда 30. 30 бізде 30 пен 40-ның арасында жатқан сан. Біз дәл осы сәтті анықтауымыз керек. Ол үшін бізде А деген айнымалы енгізіледі. А деген айнымалыны қай ондық интервалда жатқан тауып алу үшін ең алдымен біз ол заттың санның ондығын тауып алуымыз керек. Мен оны әркім белгілейін. А бөлінген 10-ға тең, яғни бізде 11 деген сан болса, сол 11 санның
ондық бөлшегі 1 немесе 22 деген сан болса, ондық бөлшегі 2 деген сияқты осы заттарды анықтау үшін онды а айнымалысын онға қалдықсыз бөлуіміз қажет. Ал бізде келесі, яғни бұл кішкен интервал бізде үлкен және де кіші саннан тұрады. Мынау бізде үлкен сан. Ал бізде келесі кішкентай санды табуымыз, мынау бізде кішкентай сан, енді үлкен санды табуымыз үшін үлкен сан берілген және де ол, яғни 10 бірінші кішкентай сан 10 болса, келесі жаңағы 20 болады, немесе 20 болса, ол 30 болуы мүмкін. Яғни бізге кішкентай тынтыға бірді қосқанға тең болады. Біз енді дәл осы затта басып шығарамыз. Т және де үлкен Т және де сеп арқылы оны алу таңбасымен сызықшамен бөлетін боламыз. Ctrl-S және де F5-ті басамыз. Бізде мысалға 58 сан енгізейік. 58 саны 5 пен 6-ның арасында деп шықты. Яғни біз мынаны 10-ға көбейтуіміз қажет. Ctrl-S және де F5-ті басамыз. Сонда біз 58 санын басқан кезде 58 саны 50 мен 60 аралығындағы интервалда жатыр деген сөз. Бізде енді келесі төртінші есеп бойынша біз 3 таңбалы санның цифрларының қосындысын есептеуіміз қажет. Бұл біршама күрделі есеп болып табылады. Асықпай осы есепті тыңдап түсіне алсаңыздар болады. Ең алдымен бізде 3 таңбалы сан енгізіледі, ол бізде а айнымалысына тең болады. Келесі біз а1 және де а2 және де а3 деген 3 айнымал жариялаймыз. Яғни мынау бірінші цифраға, мынау екінші, мынау үшінші цифраға тең деп аламыз. Ең алдымен бізде бірінші цифра. Мысалы 123 деген сан болса, осы біз бірді алу үшін а санын 100-ге қалдықсыз бөлетін боламыз. Яғни а 2 бөлімді қоямыз және де 100 деген санды басатын боламыз. Ал енді біз 3-ті табу үшін дәл осы 10 санын, дәл осы 123 санын 10-ға бөлгендегі қалдығын табатын боламыз. Яғни бізде а3-тен процент 10-ға тең. Енді бізде ортасындағы сан қалды. Ортасында, яғни ондықты табу үшін біз а санын 2 рет 10-ға бөлетін боламыз. Яғни 10-ға қалдықсыз бөлген кезде бізде 12 саны қалатын болады. Осы енді 12 санынан біз 10-ды табу, біз 2-ні алуымыз қажет. 12 санынан 2-ні алу үшін 10-ды біз бұл санды 10-ға бөлгендегі қалдығын есептейтін боламыз. Ең алдымен дәл осы 3 санды басып шығарып көрейік. Сақтаймыз және де F5-ті басамыз. 1, 2, 3, яғни бізде 1, 2, 3 сандары бөлек басып шығарылды. Енді қосындысын есептеу үшін дәл осы сандардың арасында қосу батырмасын қоя саламыз. Сақтаймыз және де F5-ті басамыз. 5 санын жазған кезде бізде 15 саны шықты. Сіздермен болған мен Айдана. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар, каналға жазылып қойыңыздар.